ақша аударамыз, яғни юаньді қалай жібереміз. Қазір мен осы Alipay арқылы қалай қытайлықтарға посредниксіз юань жіберуді көрсетемін. Alipay болу керек оның үшін, Alipay верификациядан өткен болу керек загран паспортпен, міндетті түрде баланстың ішінде юань болу керек. Ал сол балансты қалай посредниксіз арзан бағада қалай толтыру керек екенін үйренгіңіз келсе, маған WhatsApp ашыңыздар, маған үйретемін. Менде 4000-нен астық юань бар, соны қазір қытайлық контрагентке юань жіберетін боламыз. Менде галереяға маған уже қытайлықтар скриншот, яғни нені жіберіп қойды, Alipay'дің QR кодын жіберіп қойды, соған қазір жіберетін боламыз. Қазір мен сканер жасадым, енді осы жерге сумманы жазамыз, яғни қанша аударайын деп жатырмыз, сол сумманы осы жерге жазатын боламыз. Қазір ол жаққа аударатын сумма 3000-нан астық юань. Сол 3000-нан астық юаньды қазір осы жерге жіберетін боламыз. 3363 юань жібереміз. Енді жасыл басамыз. Мына жерде қазір шығу керек, яғни төлем түрлері. Картамен төлеу, баланспен төлеу барлығы тұрады. Міне қазір менде баланс, яғни картамен төлеу деген белгіленіп тұр. Бізде комиссия көріңіздер 100 юань. 100 юань комиссия соқпады. Посредник арқылы толтырсаңыз, көріңіздер. Ал енді сіз тікелей юаньды балансқа толтырып төлем жасайтын болсаңыз, міне көріңіздер, балансқа ауыстырдым, уже 100 юань комиссия жойылып кетті. Комиссиясыз төлейтін боламыз, көріңіздер, 3362. Жаңағыдай 3462 болған еді. Енді мен балансқа ауыстырған едім, міне солай төмендеді. Осылай комиссиясыз төлеуді үйренгіңіз келсе, WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен қазір осы кісіге қазір мен аударатын боламын енді. Яғни қазір баланста тұр. Ары қарай төлем деп басамыз да, мына жерге төлем паролін енгіземіз Alipay'дің. Сосын ары қарай төлем жасаймыз. Осы күте тұрады, мына жерге сіздер көрмей қалды қапар болып. Міне уже менде уже төлем кетті. 3362 юань жаңағы қытайларға жібердік. Комиссиясыз көріңіздер, мына жерде копейка комиссия ұстады. Сол копейка комиссия ол ештеңке емес. Ең бастысы жаңағы 100 юань дегенді өзіміздің қалтамызда қалдырдық. Осылай қытайларға комиссиясыз аударсаңыздар болады. Курсқа жазамын десеңіздер, WhatsApp-қа жазыңыздар, WhatsApp-та осылай комиссиясыз юаньді қалай арзан бағада алу керек екенін үйретемін. Осылай юаньді толтырып ары қарай контрагентке жаңағы юань аудара берсеңіздер болады, комиссиясыз ақшаңызды үнемдейсіздер.